Армысыз ағайын, бұл күндері ең көп қолданылатын ауыз-ауыздан түспейтін сөздердің бірі реформа. Біз өзіміздің қол жеткен жеңістерімізді, көрген қиыншылықтарымызда өз сөзге телейтін болдық. Реформатор десе халық батыр атанғандай, ал реформаға қарсы десе халық жауға атанғандай күй кешетініміз де рас. Әрине бұның бәрі әңгіменің басы, сөз сырағдасы. Өмір Өзен хабарының бүгінгі қонағы өз ортасында реформатор болып танылған талантты да жаңашыл театр режиссері Болат Атабаев. Болат Атабаев 1952 жылы 14 мамырда Талдықорған облысы Көксу селосында дүниеге келген. Алматы облысы Балқаш ауданындағы Бақанас орта мектебін бітіргеннен кейін 1970 жылы Алматы шет тілдер институтының неміс тілі факультетіне түсіп, оны үздік дипломмен тәмамдайды. Бір жыл сол оқу ордасында оқытушы болады. Одан кейін әскер қатарында болып қайтады. 1976-78 жылдары қазақтың шет тілдерімен достық және мәдени байланыстар қоғамының референті. 1978 жылы Алматы театр және көркемсурет институтына театр режиссері бөліміне түсіп, 1983 жылы бітірген. 1982-90 жылдар аралығында Республикалық неміс драма театрының режиссері. Ал 1990 жылдан бері Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театрының режиссері. 1992 жылы Мюнхен қаласында Ұлттық Бавария театрында 4 ай тәжірибе жинап қайтқан. Ал 1993 жылы Германияның Мекленбург-Форпоммерн жерінде Пархим қаласында спектакль қойған. Болат, маған мына сіздің өнердегі жолыңыз, өнердегі өмірбаяныңыз бір қызық болып көрінеді. Мысалы, сіз көп жылдар бойы Қазақстандағы неміс театрының режиссері болдыңыз. Бұл енді қалай ойлауға болады бұны? Бұл сол кездегі партияның кезіндегі интернационализм саясатының жемісі ме, әлде қалай дегенде де сіздің адам ретіндегі бір маңдайыңызға, пешенеңізге жазылған бұйрық па? Сырт көзге қызық болуы да мүмкін енді. Бірақ өзіме қызық емес жағдай сияқты. Өйткені неміс театрын құрды да, ал неміс театрына арнап режиссерлар тәрбиеленбеген болатын. Сол институт бітіре салып, неміс тілін білет деген сөзді желеу қылып, сол неміс театрына барын келе ма, келмей ма, оны ешкім сұраған жоқ ол кезде. Сол Теміртауға айдатты жіберді 3 жылға. Содан кейін сол театрда 8 жылдай жұмыс істедім. Режиссурадағы менің бір мектебім сияқты болды. Сосын кейін көп жыл жұмыс істедім ол театрда. Бұл сонда сіздің еркіңізден тыс рухани каторга ма? Енді театр өнер институтына түсіп, режиссер болам деп ойлағанда қазақ театрында жұмыс істесем деген арман болды енді. Неміс театрына барам-ау, сол жерде жұмыс істеймін-ау деген ойымда жоқ болатын. Ол кезде комиссияның шешімімен әйтеуір жұмыс істеуім керек. Жолдаманы қайда берді? Сол жаққа барып жұмыс істедік. Бірақ мен институт бітіре салып 3 айда интуристте тілмаш болып жұмыс істедім. Неміс тілінен. Өйткені ойладым, мәдениет министрлігі кішкене саябырласын, ұмытсын деген бір жағдаймен. Бірақ 3 айдан кейін прокурор келіп, дипломыңызды бермейміз, Теміртауға барыңыз керек деген амал жоқ, кеттік. Бірақ бұған өкінбейсіз ғой, бұл тағдыр. Ал сіз алдында, мысалы, мынау қазіргі әлем тілдері институты дейді ғой, бұрын Инияз деген атағы бар, сол институты тәмамдаған екенсіз. Яғни, жалпы бір мамандығыңыз бола тұра осы өнерге қарай бет бұруыңызға не себеп болды? Мектепті бітіре салысымен арманым әртіс болу болатын. Бірақ әкем марқұм арманда бет тарих пәнінің мұғалімі бол, еліңнің тарихын білесің, мәдениетті адам боласың. Казгудың сол тарих факультетін бітірсең, кейін ауылға келіп, райком партияның идеология жөнінің хатшысы боласың деп арман сол болады. Сосын кейін енді театр өнер институтына түсе алмадым сол жылдары. Сосын шет тілдер институтына басқа институтқа дайындығы жоқ әйтеуір. Алматыда қалу керек енді, ауылға бармаудың амалы. Сосын кейін не, шет тілдер институтына барып түсе салдым. Соны бітіріп, қызыл дипломмен. Енді бәрібір ол кезде консерваторияда болатын театр факультеті. Соның қасынан өткен сайын бір жылап, ішімнен арманым жетемадым-ау деген бір ойда болып жүрген болатын. Сол 78 жылы айтар, көрейін. Түсем, түспесем ұмытайын деп, бағым сынап көрейін, түсіп кеттім. Содан өнерге келдік.
Ал Болат, егер мынау СССР құламағанда сіз сол неміс театрында режиссер болып жұмыс істей беретін бе едіңіз? СССР құламағанда неміс театрына көзқарас басқаша болса істей берер едім. Неміс театры бүгінгі күнге дейін жай әшейін көп ұлтты республикамыздың бір ұлттың театры деген сөзді айту үшін ғана жүрген театр сияқты болып көрінеді бүгінге дейін. Ал бірақ басқа ұлттың арасында өз ұлттық өнеріңді дамыту деген өте қиын зат. Оны 8 жылда жұмыс істеп көргенде түсіндім. Қазақ театрына ауысқан себебім, артистердің көбісі Германияға кете бастады, театрның жағдайы болмай қалды. Жұмыссыз жүргенді ұнатпадым. Сол кезде театрға шақырды өзім ұстазым Мамбетов. Сосын 90 жылы ауыстым. Осыдан тура 2 жыл бұрын берген бір сұхбатыңызда, ұмытпасам, Дәуір время газеті болу керек. Сонда сіз айтасыз, қазір театрда тоқырау бар деп, сол кезде, осыдан 2 жыл бұрын. Және оны алға сүйрейтін лидерлер, серкелер жоқ деп пікір айтқан болатынсыз. Қазірде сол пікіріңіз пікір ме, әлде өзгерді ме? Енді өзің театрға келгеннен кейін енді театр алға жылжыды ма деген сұрағыңның бір подтекстін түсініп отырмын. Ол кездегі мен айтқан интервьюімде театрда форма жағынан тоқырау әрине болды. Қазір де қараңыз облыс театрларында. Форма жағына келгенде бір батылсыздау, құрыс сөзге құлақ асып, сөзге мән берген бір спектакльді көп көреміз. Ал пошымы жағынан келгенде бір фантазия жоқ па, қиял жоқ па деп ойлаймын. Сол қазіргі режиссурада, мысалы Жанат Хаджиев жезқазғанда формаға өте үлкен көңіл аударады. Менің барлық ойым, бар арманым интеллектуалды, эстетикалық бағытта дамыған бір театр болса деген ой болған. Оның бәрін мен сол бұрында неміс театрында жүргенде де жасап, сол бағытта жұмыс істеп көрген болған. Бірақ енді ұлттық театрымыздың ерекшелігі деп кезінде сахнада әсердеп сөйлегенді бір биіктеп, сол романтикалық сарында ойнағанды, сол ұлттық театрымыздың ерекшелігі деген жалған түсінік болған сияқты болды маған. Ойладым, театр деген, гректің театрон деген сөзден шыққан место для зрелища. Сахнада көзде, құлақта, мұрында, ауызда, сезім мүшелерді бәрі бірдей бір ләззат алу керек, бір мәлімет алу керек деп. Ал кейбір спектакльде тек қана құлақ тұрып қойып, көзді жұмып алып, сол радио спектакль тыңдағандай болып отыра беруге де болады. Сондай театрдан безгім келді. Қуанышыма орай коллективте соны жақтады. Әрине басында қиын болды театрда. Қабылдамай. Осы бір даулы мәселенің өзі осы дәстүр деген сөздің айналасынан шығады. Мысалы, егер сол дәстүрлі театрдың өзінің ішінен, жарайды, сіз неміс театрында мүмкін басқа дәстүрдегі, басқа тенденциядағы театрдан келген, сіздің көзқарасыңыз басқа шығар. Бірақ дегенмен сол театрдың өзінде де көзқарас қайшылығы бар ғой. Мысалы, аға буын дедік, Әзірбайжан Мәмбетпен кейін кездегі, мысалы, Тұңғышбай Жаманқұловтың арасында да, мысалы, осындай көзқарас қайшылығы болды. Сонда не бұл деген кезде, бұл, мысалы, Тұңғышбай тура осы сіздің орныңызда отырған, осы хабарға қатысқан ол кісінің пікірі, ол бұл жерде буын мен буын, яғни толқын алмасқан шақтағы көзқарас қайшылығы деп түсіндірді. Бұл жерде тек дәстүр ғана емес, меніңше, бұл жердегі көзқарас қайшылығындағы. Ол конфликттің түбі тереңде жатыр деп ойлаймын. Сол әр режиссер, әр өнер адамы, суреткер өзінің театрға енді берерім бар, бердім. Енді басқа бір театр өнерінде басқа бір тұстан келсем екен деп өзгерсе, құба құп қой. Мысалы, Жапонияда әрбір мүшел жас сайын, 12 жыл сайын өнер адамы, белгілі адамдар бір атпен шығады да, 12 жылдан кейін сол атты танытып, бір өнер саласында белгілі болып, 12 жылдан кейін атын жөнін өзгертіп, басқа қалаға кетіп, басқа бір өнердің саласында тағы да атын көрсеткен. Сөйтіп 3 рет
12 жыл сайын 3 рет сондай бір атын шығарып, адам тарихта қалса, соны жапондықтардың ұлттық мақтаныш ретінде, ұлттық достояниясы ретінде қабылданады екен. Бізде сол келген қалпында қандай болдым, сол баяғы Қойлыбайдың таяғы. Енді бір театрда 30 жыл режиссер болып жұмыс істесе, әрине театрда бір бағыт қалыптасып қалады, бір дәстүр қалыптасып қалады. Театрда жаңармайды. Сондықтан ойлаймын, енді өз Құдайдың тілейтінім, әйтеуір уақытым келгенде өзім маған сездіре көр деймін. Қажетім жоқ дегенде бір сондай сезім келсе өзім-ақ кетіп қалатын деп. Сол театрдан уақытысында кету ол да бір талант сияқты. Сіз бір сөзіңізде өзіңіз айтасыз, мен иллюстратор режиссер емес, мен яғни интерпретатор режиссермін деп. Кейбір сіздері қабылдай алмай қалатын көзқарастардың өзі де осыдан келіп туатын сияқты. Сіздің кейде драманың түпнұсқасынан сәл ауытқып кететініңіз мүмкін, кей жағдайда мүмкін өзіңіздің қалауыңыз бойынша бір өзгерістер енгізетініңіз, басқаша бір шешім қабылдайтыныңыз осы жағынан неге ауытқып кетті, неге басқа нәрсені айтып кетті деген сияқты бір сіздің әріптестеріңіздің бір кейде ренішін дейміз бе, немесе бір пікірін тудырып жататын сияқты меніңше. 1990 жылдың аяғынан бастап әуезов театрында жұмыс істеп жүрмін. Әрине басында 2-3 жылдай өте қиналдым. Өйткені мен жаңа келген адаммын. Сосын кейін қазақ үлкенді сыйлап, үлкен не айтса соған жөн дұрыс деп бас иген халықпыз. Оны мен сол дәстүрлі бір өмірде сыйлаймын ондайды қарым-қатынаста. Ал енді жұмысқа келгенде сол қарсы шықтың дейді халық әртістеріне, халық әртістерінің ойына қайшы келетін затты жасадың дейді. Содан конфликт туған. Басында үндемей, сабырлықпен былай мақұлдап, үндемей ғана өтіп жүршім, кейіннен бастап сосын тіл шыға бастады. Бір сөз айтатын болса, 10 сөз айтатын болдым. Бір сөз айтып қашып баратса, қуып барып 100 сөз айтатын болдым. Сонымен қазір ондай проблема жоқ менде. Менің айтқанымды қазір драматургияны ауытқысам, әрине әр драматург өзінің сол жазылған қалпында бәрі қойылса екен деген ой бар әр драматургта. Бірақ ол драматург, егер ол сахна деген туынды сахна, ол басқа. Мына үйде отырып, асханада отырып, бөлмеде отырып жазылған зат пен сахнаға шыққан заттың айырмашылығы әрине бар. Драматург тереңдетеді жазылған затын. А мен енді тереңдеткенді сахнада қайтып көрсетемін. Оны тереңден көрсету үшін мен оны биіктетуім керек. Сол кезде мен көремін оның биіктегенде қай жерінде не бар екен. Онда драматургтер болды әрине. Айналайын сол жазғанымды ғана қойып берші деген. Енді қазір ондай проблема жоқ менде. сезім әңгүдік нәпс даламда енді таптым. Жалпы сіздің әр кезде айтқан пікірлеріңіз қызық көрінеді маған. Мысалы сіз өзіңізді бір маргинал топқа жатқызасыз. Яғни сізге батыста, шығыста жат емес, өзіміздің ұлттық өнерде жат емес. Ал енді дегенмен де осының ішіндегі қайсысы мына сіздің етіңіз бен сүйегіңізде бояуы қалыңырақ? Мен өзім ертеңгісін бір түрлі адаммын, түсте бір түрлі адаммын, кешке басқа түрлі адаммын. Егер бәріміз бірдей болсақ, өмір қызық болмас еді. Әрқайсымыз әртүрліміз, сондықтан өмір қызық деп ойлаймын. Маргинал десе маргиналмын, космополит десе космополитпін. Неге қашуым керек одан мен? Неге мен тек қана өзімнің ұлттық шеңберімде ғана қалып қалуым керек? Егер батыстың үлгісі жақсы болса, ұнаса, оны неге қабылдамасқа?
шығыстың үлгісі одан асып түссе, оны неге дәріптемеске? Сондықтан мен бұдан ешқандай қайшылық көрмеймін. Әрине болды бір жолдастарым айтқан, сен өзіңді маргинал депсің, түсінесің оның не екенін, неге өзің шекарадағы адам сезінесің деп. Кей кезде маргинал болуым керек. Кейбір сұрақтарда өзімнің ұлттық ерекшелігімді сақтап қалғым келеді. Бұлай адамның этникалық жақындық іздеу туысқандарының арасында керек. Өйткені туысқандық қасиетті сақтап үшін. Ал басқа адамдардың арасында этникалық жақындық іздеу маған ұнамайды, мысалы. Адамша қарау керек. Сондықтан адами тұрғыдан қарағасақ адамға, сонда бар көп заттар түсінікті болатын сияқты деп ойлаймын. Ал енді болады, мынау әрбір адамның бір ахиллес өкшесі болатыны белгілі. Сіздің режиссер ретіндегі әлсіз тұсым не деп ойлайсыз өзіңіз? Көп қой ол. Мәселе, мысалы, комедия қолымнан келмейді. Комедия қойсам бір трагедия болып шығады. Комедия сосын ертегі қоя алмайтын сияқтымын. Сосын кейін мына мәліметтерге, бәрін мәліметтерді қабылдап, өзімнен жіберу үшін көп білім жетіспейтін сияқты деп ойлаймын. Сосын кейін кейде бір нәрсені жек көрсем, екінші басымды бұрмайын, сондай бір не бар, мысалы. Қазақ телевидениесін қарамауға тырысам. Бұл енді сіздің режиссер ретіндегі әлсіз тұстарыңыз, ал адам ретіндегі? Адам ретіндегі сабырсызбын. Шыдам жетпейтін сияқты біраз. Сабыр түбі сары алтын дейді, түсінем бұлай. Кейде сабырсыздықтан сондай бір жаман бір сөздерге де барып қалуым мүмкін деп ойлаймын. Сол кезде ойлаймын, ақыл қайда кетіп қаласың сен осы? Сондай кездерде деп. Сондай кезде бір ақыл бұқып тығылып қалады да, бір ашу келіп қалады. Сабырсыздық деп ойлаймын, ең бір жаман жерім. Болады, енді әрбір өнер адамы менше өз творчествосынан ол рахат алу керек. Егер ол өз творчествосынан рахат алмаса, оған ары қарай оған бір үлкен бір ойда келмеу мүмкін, ол одан шабыт алмау мүмкін. Мысалы, Пушкиннің өзінің бір шабыт шақтарында айтатыны бар ғой, айда Пушкин дейді. Немесе Мұқағали Мақатаевтың күнделігін оқып отырсаңыз, бір түнде өзі бір поэмасын жазып шыққаннан кейін айтады, міне мен бір түнде бір отырғаннан поэманы жазып шықтым, шіркін Мұқағали Мақатаевпен кім жарысып осылай жазар екен деген сияқты. Сіз үшін осындай шығармашылық ләззаты қандай ол? Сіз соны қалай сезінесіз? Мүмкін сізге премьерадан кейінгі режиссер деп айғайлап құшағыңызды гүл толтырып жатқан сәт пе? Әлде сол спектакльдің бір шешімін, кілтін тапқан сәт пе? Қандай сол ләззат шақ, қандай? Спектакльдің формасын тапсам, спектакльдің айқын ойын жеткізе білсем, әрине қуанамын. Бірақ көрерменнің қуанышы енді әрине ұнайды, бірақ маған көп әріптестерімнің қуанышы маған керегірек сияқты. Әріптестер, мысалы, сіз дәрігер болсаңыз, сіздің жұмысыңызды тек дәрігер ғана бағалай алады. Қалай? 10 күнде жазып шығардыңыз ба ауруды, жоқ, бір айдың ішінде жазып шығардыңыз ба деген сияқты. Сапасы. Әріптестерім түсінеді ғой мені. Сондықтан маған әріптестерімнің бағасы маған ыстығырақ. Көрерменнің бағасы әрине ұнайды. Көрермен көп нәрсені түсіне бермейді. Мысалы, спектакльдің премьерасы ұраға өтті делік, әріптестеріңіз жарайсын болады деді, адам енді бір қуаныш кернеп тұр, содан кейін не істейсіз? Сол спектакльді жуасыз ба, әлде достарыңызбен барып бір кішкентай ортада отырып пікір алысасыз ба, әлде тағы да барып тағы бір пьесаны оқуға кірісесіз бе, қандай? Одан кейін үйге барам да кітап оқимын, тағы да мынандай шулы, дабырлы кештерде суқаным сүймейді. Құттықтайды, мәз болып, сол кейде өтірік күлем, кейде жымиып, сол. Енді өзімнен артық ешкім білмейді оның жұмысым қандай болған. Кемшілік жерінде, жақсы жерлерінде өзім түсініп отырам. Тыңдамай кетіп қалсам әдепсіздікке жатады. Сондықтан ондай жерлерде көп жүргім де келмейді. Үйге барып, кітабымды оқып, қайтадан бір дайындық, тағы да бір екені шұқылап деген сияқты
Ал Болат осы жалпы шабытты творчестволға бір орысша вдохновение дейді ғой. Осы бір өзіңізге күшті рухани қайдан аласыз? Қайдан табасыз? Қайдан табамын? іздейсіз бәрін. Көрініп жүреді ол, барлық жерден табуға болады, барлық жерден қарайсың. Ұнамаған затыңнан да табуға болады. Мысалы, қазір отырғаннан да табуға болады, шабыт алуға болады. Егеменді елдің егеменсіз телевидениесі не айта алады деп, соған жынданасың да, содан кейін шабыт туады. Ал енді отбасыңыз туралы айтсаңыз. Отбасы жеке, отбасы жағынан ұяттымыз енді. Шешем бар, балам өсіп жатыр, бауырларым бар, театрым бар. Ал енді Болат енді көмеге келіп қалған сөзді айтпасақ тағы да мүмкін түсініксіз болар. Жалпы мына атақты әнші Мәдина Ералиевамен біраз жыл отасқан деп естиміз. Енді адам кіммен отаспайды енді. Өмірі болғаннан кейін бәрі де болады. Бүгін Мәдина Ералиевамен отастым, ертең басқа біреумен отасам. Сіз сияқты тұрақтылықты мүмкін мен жақтырмайтын да шығармын. Егеменді екенімді қайдан білдіңіз? Жоқ, енді сұрағыңа қарағанда сондай бір қызықшылықпен бір құпия бір не бар екен деп. Егер ондай өзімді ойлаймын, енді егеменді болып қалғым келеді. Соңғы кездері мына жас жазушы Роза Мұқанова мен екеулеріңіздің бір творчестволық одақтарыңыз өз жемісін өте сәтті бере бастаған сияқты. Жалпы сіз өзіңіз күткен, іздеген, осындай болса деген драматург бір көкжиектен көрінген сияқты. Тіпті өзіңіз аздап сол драматургты жасай бастаған сияқтысыз, солай ма? Роза Мұқанованың ерекшелігі біздің көп драматургтеріміз, классик драматургтерімізде пьесаны оқу үшін жазады. Розаның бір ерекшелігі пьесаны сахнаға қою үшін жазады. Роза арқылы қазір біздің жас драматургтер қарап, технологиясын, жұмыс істеу тәсілін қарап отырып, бір театрға басқа бір драма келген көрсе деп ойлаймын. Басқа бір нағыз саханалық форма, нағыз театрдың тілейтін материалы. 17 ақ бет, мысалы мәңгілік бала бейне 24 ақ бет. А мен білем, кейбір авторлар 100 бет жазады. Оның бәрін сахнада отырып сөз өнер алды қызыл тіл деп. Шешендік өнерде қызыл тіл шығар ал. Ал енді саханалық өнерде, театрлық өнерде ол неге қызыл тіл болу керек? Ол неге балалардың шөтеді ғой? Сол сияқты ой тынбайтын сөздер. Ойлаймын, іс-әрекет деген ең басты құпиясы сахнаның сыры деп. Бөке, мынау жылына бір рет сіз Германияға барып спектакль қойып қайтады екен деп естимін. Бұл енді сіздің өзіңіздің бір шығармашылық ізденудің бір түрі ме сіз үшін, әлде бір қосымша ақша табудың бір жолы ма? Соңғысы. Биылды ойыңыз бар шығар онда? Биылды ойым бар, биылды соңғысы ақша табудың амалы. Өмір сүруім керек енді. Рахмет бүгін келген үшін. Қадірлі көрермендер, сонымен бүгінгі Өмір Өзен хабарының қонағы болған. Өзінің сөзімен айтқанда маргинал, космополит, әріптестерінің сөзімен айтқанда реформатор, бір сөзбен айтқанда талантты да жаңашыл театр режиссері Болат Атабаев. Келесі аптада жүздескенге дейін сау саламат болыңыздар.